Қарақшылық жасалған жанар-жағармай құю станциясының күзетшісі қылмыскерлерге тойтарыс беруге психологиялық тұрғыда дайын болмаған. Бұл туралы Ішкі істер департаменті басшылығы және жеке күзеттік ұйымдар мен шаруашылық субъектілері өкілдерінің кездесуінде Боец күзет агенттігінің директоры мәлімдеді. Бүгінде облыс аумағында 71 күзет ұйымы бар. Оларда 1800-ден астам күзетші жұмыс істейді. Жыл басынан бері олардың көмегімен 43 қылмыстың беті ашылған. Алайда күзет агенттіктерінің бірқатары өз қызметкерлерін полицейлермен бірлесе кезекшілік атқаруға жіберуге асықпауда. Жуырда елді дүрліктірген жанар-жағармай құю станциясындағы оқиғада сөз болды жиында. С охранником разбирались. Күзетшімен мән-жайды анықтадық. Қаруын алып шығып, қылмыскерлерге тойтарыс беріп үлгермеген. Бірақ нұсқау бойынша ол 50-70 метр аумақта үнемі телефонмен жүруі тиіс. Және бірден біздің мобильдік топқа және полицияға хабарласуы керек болатын. Тепсе темір үзетін 27 жастағы жігіт психологиялық тұрғыдан мұндай жағдайға дайын болмай шықты.